Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 8 наурызға арналған осындай шоколадный торт рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарамас бұрын лайк басып барнама жазылып кетіңіздер. Бізге керекті заттар: ұн, ас содасы, шымшым тұз, құмшекер, ванилин, какао, сұйық май және су қажет болады. Ең бірінші ас содасы, ұн, құмшекер, тұз, ванилин, какаоны араластырып аламыз. Сұйық май және суды қосып тағы да араластырамыз. Немесе менің арнамдағы Вуйпай Красный Бархат Молочная девочка торттарының рецептісімен дайындасаңыздар болады. Пергамент қағазға 8 санын сызып алып, массамызды жайып шығамыз. Осы массаны 3-4 бөлікке бөліп 180 градуста қызып тұрған пеште пісіреміз. Сливкеден крем жасап, Вуйпай секілді жинаймыз. Осымен жұмыртқасыз, қолжетімді заттардан дайындалған тортымыз дайын. Видеомды ұнаса лайк басып барнама тіркеліп кетіңіздер.